Бәріңізге сәлем, қазақский тигр мен подписка және де лайк. Енді өте қорқынышты оқиғалардың бірі туралы айта кетейік. Бұл зона 51 туралы оқиға. Алдарыңызда әп-әдемі тиянақтай Эбигейл деген қызды көріп отырсыздар. Бұл қыздың әкесі ученый болып істейді екен зона 51-де. Сол кезде эксперимент жасап жүргенде осы қыз ат салысып қатысам әкем, менде де қатысайын, менде де үлесім тисін дегендей ат салысады. Бірақ әкесі көнеді. Ол супер солдат сияқты дәрі жасаған. Өздеріңіз білесіздер, Капитан Америка сияқты жасағысы келген ба, өзі біледі енді. Сондай бір солдат жасағысы келді. Осыған енгізіп дәрі сала бастайды. Бірақ содан кейін дәрі салған соң қызы бойы өзгеріп, түрі өзгеріп, тісі түсіп, шашы түсіп, құбыжыққа айнала бастайды. Одан шошқан әкесі енді не істерін білмей енді соңына дейін апарайық бұл эксперимент дегенді ойға келеді, шешімге келеді. Қыз енді қорқа бастайды. Елдің бәрі қорқып, қызарықтап, бойы ұлғайып, 3 метрге дейін тартып, тамақты жеп, тамақты енді бір құбыжық сияқты, жануар сияқты жейді, өз-өзін тоқтатамай. Әкесі бір мезеттерде кіріп кетеді екен бұл қызылмен сөйлескісі келсе, қызарылдап, адами бір қасиеттердің бәрінен қалған екен. Енді қызының түсі көріп отырсыздар, түрі өзгеріп, шашы түсіп, тырнақтары ұлғайып, адам бір қорқытарлық тірлікке әкелтеді енді. Өте бір қорқынышты шынайы мистикалық жағдай. Жерде көріп отырсыздар, өте қорқынышты, әп-әдемі қыздан қандай қыз айналған. Үлкен ірі жігіттердің өзі қорқады екен бұл қызға жолауға. Оларды да түсінігі болады бұндай адам түрінен кеткен. Енді әкесі соңына дейін барады енді. Сенімін артып, эксперимент аяқтау ойын шешеді. Бұл зона 51-де өтіп жатқан тіршіліктердің бәрі әкесі бірақ бәрі жақсы болады деп ойлайды. Бірақ сонда да болмапты. Бұл қыз бір күндер қашып кетіпті. 2 адамды өлтіріп, 2 охранникті өлтіріп қашып кеткен ғой. Сол зона 51-дің жанына, маңайына қаншама жыл өмір жүрген соң әкесі бұның бәрін көтере алмай, енді эксперимент тоқтатайын десе тоқтата алмай, мерт болады. Әкесі көтере алмай, өз-өзіне қол салады. Сосын жасып кетеді екен, мен қызыма тиіспеңдер не болса да деп. Онда оған қызына тиіспейді екен. Бұның жаңа ученыйлар бар, бәрі бар. Бұл қызға тиіспеу шешімін қабылдайды. Қыз енді сол маңайды жүріп, ырылдап, оны іздестіруде өте қорқыныш жағдайлардың бірі болады. Эксперимент енді осындай жағдайға әкелді. Көрдіңіздер, қорқыныштардың бірі, түрі өзгерген, бүкіл табиғаттық неден кеткен, түрі таза құбыжық болады енді. Масқара қорқынышты ойдай әдемі қыздан, тиянақтай қыздан енді көрдіңіздер қандай бір құбыжық айналып кеткен. Енді бұндай оқиғалардың айтын болса, лайкты басыңыздар, бір 1000 лайк, 500 лайк жинайық. 500 лайк жиналса керемет тағы да оқиғалар болады. Ал бәріңізге сәттілік, маған подписка, лайк тиындабай қолдайын десеңіздер қолдап жүріңіздер. Менде де жас проект, маған да қолдау беріп тұрыңыздар. Рахмет.